Кешегі өткен сайлауда Нұр Отан партиясының жеңіске жеткендігі жайындағы ақпарат ел бойынша тарап үлгерді. Ертең үшін дауыс берген петропавлдықтар спорт сарайында жеңімпаздар форумына жиналды. Алғашқылардың бірі болып солтүстік тұрғындарын облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтады. Ел бойынша дауыс берушілердің 82,15% өз сенімдерін елбасы төрағалық ететін Нұр Отан партиясына білдірген. Сайлауға қатысқан 6 партияның ішінен Нұр Отан айқын басымдықпен озып шықты. Бірлік, тұрақтылық, жасампаздық деп ұрандатқан жастарды бұл науқаннан шет қалмаған. 20 наурыз күні бір адамдай дауыс берген олар болашағымыз үшін дұрыс таңдау жасадық деген ойда. Отлично, все мы рады, за что вот такое мероприятие, такой форум. Все так дружненько, и мы рады, что наша партия Нур Отан одержала победу. Сегодня мы празднуем не только Наурыз, мы празднуем победу народа, потому что партия Нур Отан – это партия народа и нашего лидера. Ведь нам нужно мир, благополучие между людьми, чтобы наше государство шагало вперед, укреплялось, стремилась к каким-то победам в мировом обществе. Я желаю всем казахстанцам мира, единства, стабильности и всего самого хорошего. Нұр Отан партиясы жеңіске жетті. Мен Нұр Отанға дауыс бердім.